Ассаламу-алейкум, мұсылман бауырларым. Мына Ашарит Матуридит дегендер дұға жасаған кезде Аллахтан өздеріне жұмаққа баруларын, жұмақта Аллахты көрулерін сұрайды. Бірақ бұған қарамай Матуридиттер мен Ашариттер Аллахтың денесі, мүшесі жоқ екеніне, Аллахтың орны жоқ екеніне сенімді. Мен бұл сектанттардың надандығына таң қаламын, және өзіме, және оларға сұрақ қоямын. Егер Аллахтың ағзалары мен денелері болмаса, егер оның тіршілік ету ортасы болмаса, оны сіз жұмақта Алланы қалай көрмексіз? Осыған жауап беріңіздерші. 200-ді тоқтатып, алдымен осы сұраққа өздеріңізге жауап беріңіздер. Егер сіз шайтанның жалған сеніміне сенімді болсаңыз, онда сіз Құран мен сүннетті жоққа шығарасыз. Себебі Құранда Аллах Тағала бізге өзін жұмақта көресіңдер дейді. Сондай хадистерде сендер жұмақта айды ашық аспанда көргендей Алланы да көресіңдер делінген. Барлық сектанттар Ихлас сүресін автоматты түрде оқиды, бірақ онда жазылған оған тең ешкім жоқ деген аятты ұққылар келмейді. Мұндай сөздер денесі, мүшелері және тіршілік ету ортасы жоқ Аллахқа қатысты ма деген сұрақ неге қоймайсыңдар өздеріңе? Сондықтан адасқан сектанттар барлығыңызды өздеріңіздің түмше ғалымсымақтарыңыздың шарттарын тастап, қайтадан Құран мен Сүннаға қайтуға шақырамын. Құран мен Сүннетті соңғы орындарға қалдырып, дүмше ғалымдардың шарттарымен соқырша жүруді тоқтатыңыздар. Дүмше ғалымдарыңыздың толық сауатсыздығы туралы бір қарапайым мысал келтірейін. Ашариттер Алланың сөзін естуге болады деп санайды, ал Матуридиттер болса Алланың сөзін естуге болмайды деп санайды. Егер олардың ешқайсысы Алланы өзімен сөйлестірмесе, немесе Аллах Тағала олармен сөйлеспесе, Аллахты көрмесе, бұл туралы қалай дауласуға болады? Тек ақылсыз надан ғана осылай дауласады. Егер Ашарит Матуридит болсаңыз, есіңізде болсын, сіз Құран мен Сүннаға надандығыңызбен жоққа шығарудасыз. Мен ваххабит, салафит те, шиит те емеспін.